Медина, сенің қолыңдағы киіз үйдің қандай бөлігі? Бұл шаңырақ. Бәрекелді, Медина, дұрыс. Бұл не екен бізде? Шаңырақ. Шаңырақ, керемет. Айта қойшы, бір шаңырақ астында бірге тұратын жақын жандарды біз қалай атаймыз? Отбасы деп айтамыз. Бәрекелді, өте дұрыс айтасың. Бір шаңырақ астындағы жақын жандарды, туыстық қарым-қатынастағы жандарды біз отбасы деп атайды екенбіз, иә? Медина, айта қойшы, сендердің отбасыларында кімдер тұрады? Ата, апам, папам, мамам, енем. Маған сендердің отбасыларың туралы айтып бересің бе? Я. Бұл менің отбасым. Атам айтады, отбасы бұл шағын мемлекет. Біздің отбасымызда үлкендерді құрметтеу, үлкендерге орын беру, үлкендер сөйлеген кезде сөзін бөлмеуді көп үйретеді. Мен отбасымды қатты жақсы көремін. Атам үнемі кітап оқиды. Апам маған кесте тігіп үйретеді. Анамның бауырсақтары сондай дәмді болады. Біздің шаңырағымызға қонақтар көп келеді. Атам мен әжем салт дәстүрлерді ұстағанды жақсы көреді. Атам дастархан басында үнемі жеті атамызды қайталап сұрайды. Анам әркез бесік тербеткенде бесік жырын айтады. Әкемізді біз қатты жақсы көреміз. Әкем бізді әрқашан еркелетеді. Әкем біздің қамқоршымыз. Әкем біздің тірегіміз. Мен өз отбасыммен мақтанамын. Мен үшін әлемдегі ең жақсы адамдар біздің шаңырақта. Қандай керемет, Медина. Маған сенің отбасың қатты ұнады. Ендеше менің саған сыйлығым. Үйге барып, атаң, әжең барлығың бірге ойын ойнайсыңдар, жарай ма? Көп рахмет жеске.